Сәлем достар. Бүгін осындай қуырылған бәліш пісіретін боламыз. Мен ортасына картоп қостым. Дәмі өте керемет болып шықты. Менімен бірге болыңыздар. Жылы суға 2 қасық ашытқы қосамыз. Үстіне 1 ас қасық тұз қосам. Және де үстіне 2 ас қасық қант саламын. Содан кейін үстіне 2 ас қасық сұйық май құямыз. Осының барлығын жақсылап араластырып, содан соң қамырымызды саламыз. Жақсылап қамырымызды илейміз. Қамырымызды жақсылап илейміз. Қамыр дайын. Осындай жұмсақ болу керек. Қамырдың бетін жауып, жылы жерге қоямыз 30-40 минутқа. Қамыр көтерілгенше салмасын дайындаймыз. Мен ортасына картоп саламын, және де оған сүт құйып, пюре жасайтын боламын. Бұл жай ғана суда дайындалады. Дайын болған қамырымызды бөлшектеп бөліп, менде 15-16 дана пирожки шығады. Осы пирожкиімізді орташа пеште қыздырылған табада бауырсақ тәрізді қызартып пісіріп аламыз. Қызып тұрған табамызға пирожкиімізді салып, аударып осылай пісіріп аламыз. Пирожкиіміз керемет жұмсақ болып пісті. Міне осындай болып шықты.